Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін макарон қосылған тағам дайындайтын боламыз. Әдеттегідей 2 картоп, 1 пияз және сәбіз. Оған жамбастың етінен алдым, 500 грамдай. Алдымен ол етті қуырып аламыз. Жалпы асқазаны ауыратын адамдар болса, арамызда мен де асқазаным ауырады. Мен мына ет асқан кездегі бетіндегі майын алып қатырып қоямын. Осы тағамдардың қуырған кезде сол майдан қосып қуырамын. Сол кезде асқазаныңыз ауыртпайды. Басқа араларымызда кеңес болса, осы асқазанға байланысты бөлісе отырыңыздар. Көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап, осылай видеода көргендей бөлшектеп аласыз. Ет қуырылғанша етті суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Суы тартылғанша әзірге тұз салмаймыз. Етіміз толыққанды су тартылғаннан кейін жаңағы сәбіз, пиязымызды салып, тұз, бұрыш қосып, қуырып үстінен су құйып, жарты сағат баяу отқа қайнатамыз. Кейін макаронымызды салып, картопымызды салып, тағы да 10 минутқа қайнатамыз. Келесі кезекте 2 қияр, 2 қызанақты 4 бұрыштап видеодағыдай турап, оны тағамымыздың үстіне безендіруге дайындаймыз. Міне біздің асымыз дайын. Керемет дәмді, тойымды тағам болды. Сіздерге менің тағамым ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр Табиғат Ашары каналы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.